Жаңартылған оқу бағдарламасының мақсаты оқушылардың бойында тарихи сана сезім, елдер мен халықтардың тарихы мен мәдениетіне деген құрмет, жалпы адамзаттық құндылықтарға баулу, ойлау, тіл табысу және зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Қазақстан тарихы бойынша әзірленген оқу әдістемелік кешен жалпы білім беретін мектептерге арналған оқу бағдарламасында бейнеленген контекстке сәйкес келеді. Оқу әдістемелік кешені оқулық және нұсқаулықтан тұрады. Оқулық мазмұны алғы сөзден басталады. Ежелгі Қазақстан тарихы туралы кіріспе сабақ ұсынылған. Оқулық 7 тараудан тұрады. Әр тараудың кіріспесі бар. Оқулық соңында глоссарий және ежелгі Қазақстан тарихын жазуда қолданылған әдебиеттер тізімі ұсынылған. Оқулық арқылы оқушылар отанымыздың ежелгі тарихымен танысатын болады. Ол біздің ата-бабамыздың ертедегі тұрмыс тіршілігі, ұрпағына қалдырған мұрасы туралы баяндайды. Оқулықта әртүрлі іс-әрекетті көздейтін және кішігірім ақпараттық мәтіндері бар айдарлар ұсынылған. Олар: ойланыңдар, анықтаңдар, жасап көріңдер, бұл қызықты, бұл уақытта, есте сақтаңдар, тұлғаны таныңдар. Бұл тапсырмалар оқушыларды сыни тұрғыдан ойландыруға, зерттеушілік дағдыларын дамытуға бағытталған. Оқулық 7 тараудан тұрады. Бірінші, Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі. Екінші, ежелгі көшпелілер өмірі. Үшінші, сақтар. Төртінші, үйсіндер мен қаңлылар. Бесінші, ұғындар. Алтыншы, сарматтар. Жетінші, ежелгі Қазақстан тарихына шолу. Әр тарауға шағын кіріспе ұсынылған. Әр тарауда белгілі бір тарихи кезеңдегі тарихи оқиғалар, сол кезеңде болған адам өміріндегі өзгерістер мен жетістіктері туралы қысқаша баяндалған. Тарауға оқушыны ендіру үшін миға шабуыл ретінде сұрақтар мен тапсырмалар берілген. Әр сабақ тақырыптарына сай оқу мақсаттары анықталған. Ұсынылған тірек сөздер оқушы назарын шоғырландыруға көмектеседі. Танымдық ақпарат қысқаша мәтіндер арқылы баяндалған. Әр мәтінге тиісті түрлі тапсырмалар мен сұрақтар ұсынылған. Тапсырмалар деректермен жұмыс жасап, тарихи оқиғаларды талдауға, пікір білдіруге, қорытынды жасауға, қатысты дағдыларды дамытуға септігін тигізеді. Ұсынылған айдарлар тақырып бойынша оқушы білімін тереңдетуге көмектеседі. Олар оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға бағытталған. Ежелгі Қазақстан тарихы оқулығын оқып, білу арқылы біздің ата-бабаларымыздың бірегей тарихын, оның әлемдік өркениеттің дамуына қосқан үлесін түсінуге мүмкіндік аласыздар. Бұл оқулықты қолдана отырып, өткенге қызықты саяхат жасай аласыздар. Мұғалімдердің білім беру мен оқытудағы қызметін қолдау мақсатында оқулыққа қосымша нұсқаулық ұсынылған. Ұсынылып отырған әдістемелік кешен Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі бекіткен оқу бағдарламасына сәйкес барлық тараулар бойынша сабақтардың толық сипаттамасын қамтиды. Жалпы білім беретін мектептің оқу әдістемелік кешенінде ұсынылған оқу танымдық іс-әрекеттер оқушыларды өз ойларын ауызша және жазбаша білдіруге тәрбиелейді және олардың әртүрлі деректерден қажетті ақпараттарды алып, болжам жасау қабілеттерін қалыптастырады. Сонымен, оқушылардың бойында тарихи сана сезім, елдер мен халықтардың тарихы мен мәдениетіне деген құрмет, жалпы адамзаттық құндылықтарға баулу, ойлау, тіл табысу және зерттеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.